Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан біздің өмір салтымыз деп атап өтті. Таза Қазақстан акциясының негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау, елді мекендерді абаттандыру және қоғамда экологиялық мәдениет қалыптастыру. Акция адамдарды табиғатқа жанашырлықпен қарауға, тазалық сақтауға және туған жерге жауапкершілікпен қарауға үндейді. Бұл бастаманың маңызы көшелер мен аулаларды тазалаумен ғана шектелмейді. Ол азаматтарды ортақ іске жұмылдырып, бірлік пен еңбекқорлықты нығайтады. Қоқысты сұрыптау, ағаш отырғызу, суды үнемдеу және қоғамдық орындарды таза ұстау арқылы әр адам еліміздің көркеюіне үлес қоса алады. Таза орта, денсаулықтың, мәдениеттің және жарқын болашақтың негізі.